Саламатсыздар 7-ші сыныптың оқушылары. Бүгінгі сабақ 3-ші тоқсан бойынша бөлімді жиынтық бақылаудың А деңгейіндегі бірінші нұсқаның есептерін қарастырамыз. Бірінші есепте көбейткіштерге жіктеңіз дейді. Бұның 5n минус a-ның квадрат минус n квадрат дейді. Бұл жерде бізде екі есеп берілген. А вариантында мынаны көбейткіштерге жіктейміз. Бұл вариантының 12-ге еселік екенін дәлелдеңіз дейді. Бірінші біз А вариантындағы есебін шығарып көрейік. Жазып аламыз А вариантындағы есепті. 5n минус 6 квадрат минус n квадрат дейді. Бұл біздегі қысқаша көбейту формуласы бойынша а квадрат минус б квадрат деген формулаға келіп тұр. Ол былай жіктелінеді. А минус б а плюс б бойынша жіктеледі. Енді 5n минус 6 n квадрат минус n квадратты а минус б а плюс б бойынша жіктейік. Біздегі а-ның орнында 5n минус 6, б-ның орнында n квадрат. Сонда 5n минус 6 минус n 5n минус 6 5n минус 6 б дегеніміз n плюс n. Ұқсас мүшелерін біріктіреміз. 5n-нен n алсаң 4n минус 6. 5n-ге n болса 6n минус 6. Көбейткіштерге жүктелгенімізде осылай жүктелінеді. Енді b бөліміндегі b бөлімінде бұны 12-ге еселік екенін дәлелдеңіз дейді. Берілген шыққан сан бізде 4n минус 6 6n минус 6. 12-ге еселік екенін дәлелдеуіміз керек. Сол үшін біздегі мына нелер бойынша ортақ мүшелерін ортақ қандай бір санға бөлінетінін алатындар жақшаның сыртына шығарамыз. 4-тен минус 6. Бұл жерде бізде 2-ге. 4-те 6-да 2-ге бөлінеді. Демек, 2-ні жақшаның сыртына шығарамыз. 2n қалады. Жақшаның ішінде 3 қалады. Мына жерде 2 бөлігіде 6-ға бөлінеді. 6-ны жақшаның сыртына шығарып жібереміз. n минус 1 болады. Енді 6 мен 2-ні көбейтетін болсақ, 12 2n минус 3 n минус 1. Енді бұны біз 12-ге еселік екенін дәлелдеуіміз үшін бұны біз 12-ге бөлеміз. 12-ге бөлгенде мына 12 мен 12 қысқарып кетеді. Сонда бізде 2n минус 3 n минус 1 болады. Жауабы дәлелденді деп жазсақ болады. 12-ге еселік екенін дәлелдедік. 12-ге бөліп көрдік, 12-ге бөлінді. Екінші есебінде өрнекті ықшамдаңыз деді. Екінші есебінде екі нұсқа берілген. x куб плюс 6x квадрат плюс 12x плюс 8 осыны ықшамдаймыз. Бұл вариантында x куб плюс 6x квадрат плюс 12x плюс 8 тең 0 теңдеуді шешіңіз дейді. Біз А нұсқасында есепті шығарамыз. А нұсқасында есеп шығармас бұрын берілген өрнекті бізде қысқаша көбейту формуласы бойынша а плюс б-ның кубы дегенді былай жіктелінеді. А куб плюс 3а квадрат б плюс 3а б квадрат плюс б куб. Берілген x куб плюс 6x квадрат плюс 12x плюс 8 дегенді біз мына түрге түрлендіріп алуымыз керек. Демек, берілген жазайық. X куб плюс 6x квадрат плюс 12x плюс 8 ол тең болады. А-ның орнында бізде x-ның кубын жазайық. Плюс 3а квадрат б дегенде 3-ті қойып аламыз. А-ның квадраты бізде x-ның квадраты. Енді бізде 6 шығу үшін 3 пен 2-ні көбейткен кезде 6 шығады. 2 болады. Плюс 3-дің өзін жазып аламыз. А деген бізде x. Бізде 12 шығу үшін 12 шығу үшін бізде 3 бар. 4 пен 3-ті көбейтсек 12 болады. Демек, b-ның квадраты дегенім көбейтілген 2-ның квадраты. Плюс b-ның кубы. Бұл 2-ның кубы болады. Ол тең болады. А плюс b-ның кубы. Сонда x плюс 2-ның кубы деген сөз. Бұл жауап сонда x плюс 2-ның кубы. Осыған ықшамдалдық. Ал енді бұл нұсқасын алайық. Берілген x куб плюс 6x квадрат плюс 12x плюс 8 тең 0 дегенді теңдеуді шешу керек. Мұна берілген мән біздегі x плюс 2-ның кубына тең болды. Ол тең болды. Сондықтан мұнаның орнына біз x плюс 2-ның кубын жазамыз. x плюс 2-ның кубы тең 0 болады. 0-ның төбесінде 3 дәрежесі бар деп есептейміз. Кубтарын алып тастаймыз. x плюс 2 тең 0 болды. Енді x 2-ні жақ жағына теңдіктің оң жағына қарай секіртетін болса x тең минус 2 болады. Сонда бізде жауап минус 2. Үшінші есебі тиімдік тәсілмен есептеңіз дейді. Бізде берілген 37 көбейтілген 12,2 плюс 22-де 4-дің квадраты минус 14-те 6-ның квадраты. Біздегі 22,14 14-те минус 14-те 6-ның квадраты деген а квадрат минус б квадрат ол тең болады а минус б а плюс б бойынша жіктепке келтіріп жібереміз. Сонда 37-ні өзін жазып аламыз. 12,2-ні тоже өзін жазып аламыз. Плюс мынаны мына түрге жіктейміз. 22-де 4 минус 14-те 6 жақша. 22-де 4 плюс 14-те 6. 37 көбейтілген 12,2 өзі қалады. Плюс 22-де 4-тен 14-те 6-ны алсақ бізде 7-де 8 болады. Көбейтілген 22-де 4-ке 14-те 6-ны қосатын болсақ 37.
Енді қарап тұрсаң 37-ні сыртқа жақшаның сыртына шығарып жіберейік. Екі жағында да 37 бар екен. 37-ні жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Сонда 12-де 2 плюс 7,8 қалады. 12-де 2 7,8 екеуін қосатын болса 37 көбейтілген 20. 37-ні 20-ға көбейтсек 740 болады. Жауабы 740. Төртінші есебі мәселе есеп берілген екен. Егер шаршының қабырғасын 7 сантиметрге арттырса, онда шаршының ауданы 301 сантиметр квадратқа артады дейді. Шаршының периметрін есептеңіз дейді. Өздеріңізге де белгілі, шаршының қабырғасын біз бірінші шаршының қабырғасы А болса, оны x деп белгілеп алатын болсақ, шаршының ауданы сонда S тең бізде x квадрат болады. Ал енді қараңыздар енді. Шаршының ауданы қабырғасын 7 сантиметрге арттырса, демек x плюс 7-ге арттырса квадраты тең болады. X квадрат бізде шаршының бастапқы 7 сантиметрге артпай тұрғандағы ауданы плюс 301-ге. Енді осыны біз қысқаша көбейту формуласы арқылы теңдеуді шешеміз. Демек x-тің квадраты плюс 14x плюс 49 тең x квадрат плюс 301. X пен x жойылады. Егер түсінікті болайық десек, яғни x квадрат теңдіктің мына шетіне сол жағына секіртетін болса, минустан болмайды, демек бір-бірін жойылып кетеді. Значит, бір жерді қысқартамыз. 14x тең 49 теріс теңдеумен өтеді. 301-ден 49-ды аламыз. 14x тең бізде қанша болады? 252. Енді x табу үшін 252-ні бөлеміз 14-ке. Ол тең болады. 18-ге тең болады екен. 14. Сонда шаршының қабырғасы бізде ол тең аға 18-ге тең болады екен. Ал енді бізде периметрін табу үшін 4 қабырғасының қосындысы. Или не болмаса қабырғаға 4 көбейтеміз. Демек бізде периметр тең болады 4 көбейтілген 18. Бізде қабырға 18 сантиметр тең болады. 14 жағына 4 көбейтеміз, сонда бізде 72 сантиметр шығады. Сонда берілген шаршының периметрі 72 сантиметр.